Қайрат Жолдыбайұлы, кемел адам. Алғы сөз. Аса мейірімді Алланың атымен бастаймын. Әлемдер Раббысына шексіз мадақ. Ең кемел адам. Әз пайғамбарға сансыз салауат. Кемел адам кім? Ол қандай жан? Бұл сұраққа бір сөзбен толық қамтып, дәл жауап беру әрине қиын. Дегенмен осы уақытқа дейін кемел адам жайлы жазылған түрлі еңбектер мен кемелденген тұлғалар өміріне сүйене отырып, жоғарыдағы сұраққа хал-қадерімізше жауап беруді мақсат еттік. Кемел адам ең әуелі өзін тани алған, һәм тіршіліктің түпкі мәнін түсіне отырып, жаратқанның қалауы мен үкіміне сай ғұмыр сүруге талпынған иманы кемел, танымы терең тұлға. Ол жаратушы тарапынан өзіне жүктелген жаратылыс миссиясын мүлтіксіз орындауды ғұмырының басты парызы деп біледі. Кемел адам жаратушысының қос кітабын, яғни Құран мен құдірет қаламынан шыққан ғалам атты алып туындыны қатар оқи білген, тақуалығы мен даналығы толысқан тұлға. Ол білім бұлағын қанша ішсе де шөлі қанбайтын ғылым ғашығы. Кемел адам жаны мен тәніне, бұ дүниесі мен ақыретіне қатар көңіл бөліп, тепе-теңдік сақтауды білетін жан-жақты жетілген жан. Ол дүниедегі себеп-салдар заңдылықтарын мүлтіксіз орындайды, һәм барлық істің нәтижесі Алладан екендігіне шүбәсіз сеніп, шынайы тәуекел етеді. Кемел адам қандай жағдайда, нендей халде жүрсе де, Алласымен әрдайым бірге екендігін терең сезінетін, ихсан дәрежесіне жеткен жан. Жаратқанмен байланысы нық, зікірі көп, нәжаты мінсіз, ғибадаты терең адам. Кемел адам жүрегі мейірім мен махаббатқа, ар мен ұятқа, әділет пен ынсапқа толған. Көңіл айнасын, жүрек тазалығын барынша сақтай білген кірпияз кісі. Жүрегіне зәредей күнә дағы қонса, оны бірден көз жасымен жууға асығатын шынайы тәубе иесі. Оның діні махаббат діні. Алланы жаннан тәтті жақсы көру мен адамзаттың бәрін бауырым деп сүю, тіпті жаратқан үшін барша жаратылғанға махаббат таныту жолы. Кемел адам назары әрдайым жаратушының ризалығында. Сондықтан ол басқаның мадағы мен мақтауына мастанбайды. Өзгенің даттауына ренжіп, көңілі құлазымайды. Кемел адам әділдікті хақ жолы деп біледі. Имани гүлдің негізі ретінде сүйеді. Қандай жағдайға, нендей қысымға ұшыраса да, ақиқаттан айналып, әділеттен таймайды. Оның сөзі мен ісі, мінезі мен күллі өмірі әділеттен құралған. Кемел адам обал мен сауапты, жақсы мен жаманды, пайда мен зиянның парқын білетін парасат пайым иесі. Ол күнделікті ұсақ-түйек оқиғалардан өзін жоғары қоя білетін, кісілігі ірі тұлға. Ол оқиғаның астарына үңіліп, әрбір жағдайды терең сараптай білетін, заман ағысын жақсы бағымдайтын сұңғыла адам. Кемел адам өз ісінің шебері, нәпақасын адал жолмен, маңдай терімен табады. Масылдықты ұят санайды, қол қусыруды ар көреді, намасын биік ұстайды. Тапқанын көппен бөлісе алатын, мәрт мінезі жомарт жан. Кемел адам айналасына әрдайым қуаныш сыйлайтын, көркем мінез гүлзары. Кез келген кісінің көңіл кілтін таба білетін, жаны жайсаң мәлімгер. Ол өзіне қаншалық жоғары талап қойса да, айналасына кешіріммен қарайтын мейірбан жан. Қарапайымдылық оның қанаты. Ол кезде келген жетістікті жаратушының жәрдемі деп біледі. Кемел адам елі мен жеріне қауіп төнсе, атойлап дұшпанға қарсы шабар батыр тұлға. Ол қасиетті құндылықтарын қорғау жолында жан беруді қор болып, жер бетінде тірі жүруден артық көреді. Кемел адам мұңлы ойлы, қам көңіл терең де тұңғиық тұлға. Ол кешегі Абай, Шәкәрім, Ыбырай, Әлихан, Ахметтер секілді елдің ертеңіне алаңдап, жұрт мүддесін жеке бас қамынан жоғары қоя білетін, қалың елдің қайғысын жұтқан заңғар адам. Ол қоғам алдындағы жауапкершілікті толық сезінеді, һәм сол жолда бар ғұмырын, тіпті жанын да, малын да аямайды.
кемел адам жайлы осылай көп айта беруге болады. Бірақ кемел адамға жоғарыдағыдай анықтама беріп отырған мына мен. Бар болғаны кемелденуге ниеттенген қатардағы пенденің бірімін. Десек те, кемел адам дәрежесіне табыну мына пәнидегі әр адамның міндеті болуға тиіс. Бұл ниеттегі әрбір адам өз деңгейінде кемелденудің әйтеуір бір сатысында жүреді. Кемелдіктің кім қандай дәрежесіне жетсе де, осы жолда күресудің өзі зор бақыт, үлкен үміт. Мұхаммед саллаллаху алейкум пайғамбардан бастап күллі әнбие әулиелер, ғұламалар мен ұлы ойшылдар адамзатты жан-жақты кемелденуге шақырған. Ұлы даладан шыққан Әбу Насыр әл-Фарабидің қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы, Жүсіп баласағұнның құдатқу білік, Ахмет Игнекейдің ақиқат қақпасы, Ахмет Яссауидің диуани хикметтері, Миратул Кулубы, яғни жүректер айнасы, Сүлеймен Бақырғанидың хикметтері, Абайдың толық адам концепциясы мен шәкәрімнің ар ілімі, мәшһүр Жүсіптің шығармалары адамның рухани барынша жетіліп жан-жақты даму тақырыбына арналған. Қолыңыздағы бұл еңбек жүрек пен жанның жай-жапсарын тереңнен талдап түсіндіретін, нәпсіні тәрбиелеп, кісіні рухани биік дәрежеге жеткізуді көздейтін жүрек ілімін үйретер арнайы діни еңбек емес екенін айта кеткім келеді. Сондай-ақ кітаптың кемел адам атауы рухани кемелденудің ең биік шыңына жеткен әулие кісіні емес, рухани бай, білімі терең, дені сау, қаржылай тәуелсіз, яғни төрт құбыласы тең, жан-жақты кемелденуге ұмтылған ыждағатты адамды меңзейді. Қазіргі таңда кітап дүкені сөрелерінде тұлғалық дамуға қатысты шетелдік туындылар самсап тұр. Біршамасы қазақ тілінде аударылған. Тұлғалық дамуға бағытталған дәрістер мен ментор, коучтар да көбейді. Бұл әрине қуанарлық құбылыс. Алайда солардың бәрін 100% дұрыс деу қиын. Бұл бағыттағы шетелдік кітаптарда айтылған, жазылған дүниелердің кей тұстары ұлттық ойлау жүйемізге, ғасырлар бойы қалыптасқан құндылықтарымызға, тіпті діни сенімімізге қайшы келіп жатады. Тұлғалық дамытамыз, ақша табуды үйретеміз деп фетишизмді, буддизмнің кейбір наным-сенімін, нумерология секілді біздің ұлттық дүниетанымымызға жат дүниелерді насихаттап жүргендер де бар. Сондай-ақ кейбір кісілердің қаржылық тәуелсіздікті айлыққа жұмыс істемеу деп тәпсірлеп, дәрігер, мұғалім немесе мемлекеттік мекемеде өз мамандығы бойынша жұмыс істеп, адал табыс тауып жүрген жандарды кем санау өте қате пайым. Қаржылық тәуелсіздік бұл міндетті түрде әр адамның жеке бизнесі болуы тиіс дегенді білдірмесе керек. Жұрттың бәрі жаппай кәсіпкер болып кетпесі айтпаса да түсінікті. Қаржылай тәуелсіздік, адал табыс, қаражат тұрғысынан ешкімге қол қусырып мұқтаж масыл болмау. Дәл қазір біз уақыт тұрғысынан құндылықтар алмасып, жақсы мен жаман сапырылысып, ақ пен қара қайшыласып жатқан жаһандану дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. Мұндай аласапыран заманда ұйықтамақ түгілі қалуға әсте болмайды. Ұлт көсемі Әлихан Бөкейхан. Ақыл да, ұсталық та оқумен, істеумен жүре келе ұлғаяды. Дүниедегі жер билігі күннен күнге ақылды ұста жұрт қолына ауып барады деп ұлт болашағына уайымдағанындай, бұл заманда өзін ұдайы жетілдіріп, әлемдік бәсекеге қабілетін арттыра алмаған ел көштің соңында қалып, түбінде құрдымға кетеді. Осы орайда қолыңыздағы кітап қарлығаштың су сепкеніндей оқырманның тұлғалық дамып жан-жақты кемелденуіне аз да болса үлесін тигізер деген ниетпен жазылған. Көпшілікке арналған мотивациялық кітап. Кітапта асыл дініміздің өлмес қағидалары мен ұлт көсемдерінің ақыл-ой мұралары һәм адамзатқа ортақ құндылықтарды қатар ұсынуға тырыстым. Кітаптың бірінші бөлімінде кемелденудің психологиялық кедергілері түсіндіріліп, түйіні тарқатылса, екінші бөлімде тән саулығының маңыздылығы, денсаулықты күтудің жолдары мен жай-жапсары баяндалады.
Үшінші бөлімде уақытты тиімді пайдалану және жоспарлау тәсілдері мен тетіктері берілген. Төртінші бөлімде қаржылық сауат жайлы түсіндіріліп, тапқан табысты нәтижелі жұмсаудың бағыт-бағдары айтылады. Ал 5-6 бөлімде эмоциялық зерде, яғни байсалдылық танытып, көңіл күйімізді, сезімдерімізді басқару тәсілдері мен қарым-қатынас қағидалары жан-жақты түсіндіріледі. Әр бөлім мысалдар және рухани ұстын қағидалармен бекітіліп отырады. Кітапта айтылған тұлғалық дамуға қатысты ереже тәсілдерді жүзеге асыруға көмекші құрал ретінде арнайы әзірленген. Кемел адам күнделігі қоса ұсынылып отыр. Сөз соңында кітаптың жазылуына қолдау білдірген әрбір жанға Алланың разылығы мен берекелі ғұмыр тілеймін. Эмоциялық зерде тестін құрастырған қызым Ғазизаға зор алғыс білдіремін. Кемелділікке құштар жан, сізге де жаратқанның бар жақсылығын тілеймін. Ұлы мақсат, биік мұрат. Лев Толстой саналы адамға ішіп-жеп, ұйықтап ояну өмірдің негізгі мәні бола алмайды деген екен. Әлбетте солай. Бұл ғаламға келіп кеткен небір данышпан Хакім атаулы өмірдің мәнін адам баласының бұл дүниедегі ұлы мақсаты мен биік мұратын іздеген. Жалпы адами ұлы мақсат мұратқа қатысты Шәкәрім Құдайбердіұлы 1911-1915 жылдары Троиц қаласында жарық көрген қоғамдық саяси және әдеби басылым Айқап журналының 1912 жылғы кезекті санында білімділерге бағыштап, Алланың адамды жаратудағы мақсаты не? Адамға тіршіліктің ең керегі не? Ең жақсы адам қандай кісі деген сынды пәлсапалық сауалдар жолдауы тегін емес. Әуелі айтарымыз, өзін терең танымаған, өмірдің мәнін түсініп, жаратылыстың түпкі мағынасын ұқпаған адамда ұлы мақсат пен биік мұрат болмайды. Ондай пенде шынайы кемелденіп, кәміл адам дәрежесіне көтерілуі екі талай. Абай атамыз адамды сүй, Алланың хикметін сез. Не қызық бар өмірде онан басқа, деп өмірдің мәні адамзатты сүю мен Алланың хикметін сезу екенін айтады. Алланың хикметі тіршіліктің мәні болмақ. Дана ойшыл 17-ші қара сөзінде, өзің үшін еңбек етсең, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Ал адамшылықтың қарызын өтеу үшін еңбек етсең, Алланың сүйген құлы боласың дейді. Осындағы Абай айтқан адамшылдықтың қарызы деген не? Меніңше ғұлама адамшылдықтың қарызы деп адамның жаратылудағы негізгі миссиясын айтып отыр. Олай болса, адамның негізгі миссиясын Құраннан іздеп көрелік. Алла тағала Құран аяттарында адамды халифа етіп жаратқандығын білдірген. Яғни, ұлы жаратушыны танып біліп, ғалам атты ұлы көрмедегі әрбір теңдессіз көркем туындыға тамсанып, ұлы шебердің құдіретіне бас иіп, өзіне берілген нығметтерге шүкіршілік ету, жер бетін гүлдендіріп көбейту, көркейту. Міне осылар адамның халифа ретіндегі түпкі миссиясы. Яғни, адамға жер бетін көркейту үшін Алла өз атынан өкілеттілік берген. Халифалық Алла мен адам арасындағы осынау қасиетті өкілеттілікке айтылады. Ғаламды гүлдендіріп көркейту үшін адамға ақыл-сана, қабілет-қарым, мол мүмкіншілік берген. Адам өзіне жүктелген ұлы миссияны орындау үшін әрдайым дамуға, кемелденіп жетілуге міндетті. Адамға жүктелген халифалық міндетті Алла адам арасындағы қасиетті өкілеттілік дедік. Осы өкілеттілік қарапайым мысалмен түсіндіріп көрелік. Айталық, кез келген шетелдегі өкілетті елші өзін жіберген мемлекеттің атынан рұқсат шеңберінде ғана жұмыс істейді. Оның артында жеке мемлекет тұрғандықтан үлкен құзыретке ие. Сол құзыретті пайдаланып, мемлекеттің мүддесіне сай қызмет етеді. Мемлекет атынан әрекет еткендіктен өзі өкілдік еткен елдегі биік мансап иелерімен оп-оңай кездесіп, кіммен болса да жүздесе алады.
бірақ өкілеттілігін асыра пайдаланып мемлекет рұқсат етпеген істерге бас сұғу жазаланады. Өйткені өкілеттіліктің аты да айтып тұрғандай, белгіленген шеңберден шығуға болмайды. Сол сияқты адам да Алла міндеттеген өкілеттілік шеңберінде әрекет етуге міндетті. Адам баласына жаратушы тарапынан мына дүниені көркейтуге, гүлдендіруге үлкен мүмкіншілік, өте ауқымды шеңбер, сан алуан қабілет-қарым берілген. Кез келген істі бисмилля деп Алланың атынан бастауымыздың сыры осында жатыр. Бұл Алланың атынан әрекет ету деген сөз. Ал адал мен арамды Алла берген осынау өкілеттіліктің ұлықсат пен тыйым шеңбері деуге болады. Жоғарыда атап өткеніміздей, өзіне сенім артып, өкіл етіп жіберген мемлекетін мойындамай, ешбір шектеу шекарасыз өз қалауымен әрекет еткен жағдайда өкілетті елші жазаланатыны секілді, халифалық міндет алған пенде де Алланы мойындамай, адал арам демей, ұлықсат шеңберінен шыққан жағдайда жауапқа тартылуға лайық болады. Адам өзіне жүктелген осынау халифалық миссиясын ұмытып, Алла мен өзі арасындағы өкілеттілік жібін үзіп, дербес әрекет етуге талпынған кезде, өмірдің мәні мен мына дүниеге жіберілу миссиясын, ұлы мақсатын жоғалтып алады. Кез келген жеміс бұтағынан, яғни өзегінен ажырағанда шіріп бүлінетіні секілді, адам да Алласынан алыстағанда бұзыла бастайды. Барлық рухани проблемалар осы жерден бастау алады. Өйткені ұлы мақсаты жоқ, басы бос адам, кеудесі қаңыраған қуыс адам. Мұндай адам көбіне мазасыз күй кешеді. Мұқағали ақын айтпақшы: демалыс ап Кавказ, Қырым барғаның, бәрі өкініш, өзіңді өзің алдауың. Қалай үзіп, қайда тығып тыншисың, тыным бермес ойларың, жалғауын. Ішкі бостықтан туындаған мазасыздықтан құтылу үшін дүние, атақ, мансап, тән рахаты секілді уақытша дүниелермен өзін алдарқатып өмір сүреді. Бірақ бәрібір шынайы жан тыныштығына қол жеткізе алмақ емес. Адамның көбі ұрпағын бағып-қағып өсіріп жеткізуді өмірдің негізгі мақсатына телейді. Әрине, ұрпағыңды жеткізу үлкен аманат. Бірақ бұл ұлы мұрат емес. Алланың адам табиғатына қойған табиғи мейірі мен жанашырлықтан туындаған жауапкершілігі мол абыройлы міндеті. Нақтырақ айтқанда, ұлы мақсат аясында атқарар асыл борышымыздың бірі болмақ. Егер ұрпақ үшін өмір сүру адамзаттың ең ұлы мақсаты, өмірдің түпкі мәні болғанда, перзенті жоқтардың немесе ұрпағы қайырсыз болғандардың мына дүниеде ғұмыр кешуінің ешбір мән-мағынасы қалмас еді. Тіршілікте жасалатын әрбір істің өзіндік мақсаты мен мәні бар. Мысалы, оқып білудегі мақсат мықты маман болып, өзіңе, еліңе, адамзатқа пайдаңды тигізу. Бұл кіші мән. Ал осының бәрін Алланың ризашылығы, яғни жаратылудағы түпкі миссияңды орындау үшін жасау үлкен мән. Абай айтқан, адамдықтың қарызы дегеніміз осы. Кемел адам бар ғұмырын әрбір ісін осылай жаратқанның қалауына сай реттей алатын адам. Өмірдегі кез келген жетістікті, яғни кіші мәнді, ұлы мұрат пен биік мақсатқа, яғни өмірдің мәніне байлай алмаған адам, атақ, мақтау, марапат күту, тағы да сол сияқты пенделік әрекеттерге әуес келеді. Әрбір істе мән бар, соны іздеңіз. Өмірде алға қойған мақсатың, белді бекем буып, шарқ ұрып іздеген жетістігіңнің мәні не? Бай болсам деп жүгіресің, қымбат көлікке, зәулім үйге қол жеткізсем деп ұмтыласың, мансабым жоғарыласа деп тыраштанасың, қыз күйеуге шықсам, жігіт сұлу құшсам деп армандайды. Бірақ соның бәрі не үшін? Осы арман мақсаттың негізгі мәні неде? Деген сұрақты өзіңізге қойып көрдіңіз бе? Егер ел кимегенде киейін, жұрт ішпегенде ішейін, жалғанды жалпағынан басып, шалқып өмір сүрейін, жұртқа пәрмен беріп, мөр басайын дейтін қарабастың қамынан, нәпсілік қалаудан әрі аспайтын пиғыл басым болса, мұндай байлық та, мансап та өз иесін бақытты ете алмайды.
керісінше кесір болып шабысады. Зәулім үйде тұрсам, басқаға үйімнің кеңдігі мен көркемдігін көрсетіп мақтансам деп жан рахатын биік ғимарат пен кең үйден іздесең қателесесің. Қанша үлкен болса да, ішінде жан жылуы болмаса, ол үйге бақыт қонақтамайды. Бұған ат шаптырым зәулім үйде тұрса да, күйзелісте жүрген талай жанның өмірі куә. Уақыт өткізбей тезірек күйеуге шығып алайын, отырып қалған кәрі қыз дегізбейін деген бақа есеппен тұрмысқа шықсаң қателесесің. Іздегеніңді уақытша табарсың, бірақ бақытты бола алмайсың. Өйткені сен тұрмыс құрудың негізгі мәнін түсіне алмадың. Кейбір жастардың көп өтпей ажырасып тынатыны сондықтан. Дәулетіңмен ізгі істі мұрат етсең қандай жақсы, мансабыңмен жұртыңа пайдаң тисе нендей ғажап. Шаңырағыңның ұйытқысы отбасыңның жылуы ардақты ана, аяулы жар, кіші пейіл келін бола алсаң, отбасы болудағы мақсат та мән де осы емес пе? Осының бәрін ұлы мұратқа, үлкен мәнге байлай алсаң, адамдықтың қарызын өтеген боласың. Ең негізгі адам. Шәкәрім Құдайбердіұлы 1912 жылы Айқап журналы арқылы білімділерге қойған пәлсапалық күрделі сұрақтарының бірі ең жақсы адам қандай кісі деп келеді. Дәл осы сұрақты пайғамбарымызға сахабалар да қойған болатын. Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейкум адамдардың арасындағы Аллаға ең сүйікті адам, адамдарға көбірек пайдалы болған кісі. Аллаға ең сүйікті іс адам баласына қуаныш сыйлау, біреудің қиыншылығын кетіру, арызын жабу, аш адамның қарнын тойдыру болмақ. Бір адамның мұқтаждығына болысып уақыт өткізу. Мен үшін мына мешітте бір ай оңашаланып құлшылық жасағанымнан да абзал, деп жауап берген екен. Демек, адамзатқа кімнің пайдасы көбірек десе, сол адам Алланың ең сүйікті құлы. Ең әуелі аманатың бала-шағаңа, ағайын туысқа, айналаңа, халқыңа пайда келтіру болса, ол үшін өзің жан-жақты жетілген, барынша кемелденген тұлға болуың керек. Ғұмырын ұйқымен, қысыр әңгіме, арзан әзіл, ойын-күлкі, бос сандалумен өткізген адам ел түгілі қара басына пайда келтіре алмайды. Білімнен жұрдай, бойындағы қарым-қабілетін аша алмаған кісінің қоғамға пайдалы болуы екі талай. Міне сондықтан шәкәрім данышпан мына бір өлеңінде: адамдық борышың халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай ар сақта оны біл, талаптан да білім мен өнер үйрен. Білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл, мақтанба, салынба мансаптың тағы үшін, нәпсіңе билетпе басыңның бағы үшін, өміріңді сарп қылып өлгеніңше, жоба тап, жол көрсет, келешек қамы үшін. Қайтадан қайырылып қауымға келмейсің, барыңды, нәріңді тірлікте бергейсің, ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осыны ұқ, мәңгілік өлмейсің, деп пенде баласын адами борышын өтеуге, ал оны өтеу үшін білімді өнерлі болуға шақырады. Абай басқаға пайда тигізу Құдайдың нағыз жолы екенін айтады. Дүниеде түпкі мақсаттың өз пайдаң болса, өзің нихаятлысың, ол жол Құдайдың жолы емес. Ғаламнан жиылсын, маған құйылсын, отырған орныма ағып келе берсін деген ол не деген ынсап. Не түрлі болса да, я дүниеңнен, я ақылыңнан, я малыңнан ғадалат, шапағат секілді біреулерге жақсылық тигізбек мақсатың болса, ол жол Құдайдың жолы. Демек, адамның өмірге келгендегі міндеті басқалардан пайда көру емес, керісінше, айналасына қызмет етіп пайдалы өмір сүру. Осыны толық түсінген кезде ғана ол шынайы бақытқа қол жеткізеді. Көкірегі қуанышқа толады. Бұл жолда кездесетін қиыншылық пен сәтсіздікке мойымайды. Бойына сарқылмайтын жігер мен алапат қуат ұялайды. Нәтижесінде ол сөзсіз жетістіктің тұғырынан табылады. Жаратылыс ағашының мәуесі. Адам айналасына ғибрат көзімен қараса,
жарығы мен жылуын мейірлене төккен алып күннен бастап әрбір жаратылыс өзіне бағынышты түрде қызмет етіп жүргенін сезініп, өзінің халифа екендігі ұғады. Егер адам баласы өзін Алла ардақтап жаратқан ғажайып болмыс екенін терең түсінсе, бүкіл періште оған сәжде ететіндей ардақты жаратылыс екенін сезіне алса, сөз жоқ кемелденуге ұмтылары анық. Өйткені адам жаратылыс ағашының мәуесі. Адам бүкіл ғаламның кішірейтілген қорытынды нұсқасы. Адам Алланың көркем есімдері сәулесі ең көп көрініс тапқан ерекше жаратылыс иесі болғандықтан, тұла бойы тұнып тұрған қабілет-қарым. Мысалы, Алла Алим, яғни шексіз иесі. Осы сипаттың сәулесі басқа жаратылысқа қарағанда адамзатқа молынан түскен. Қазіргі дамып жатқан ғылым білім осының көрінісі. Алла әрбір жаратылысқа ерекше бейне беріп, көркем жаратқан ұлы шебер. Бұл сипаттың сәулесі кімге көбірек түссе, сол адамның бойынан сан алуан өнер шығады. Алланың кәлам атты сипаты бар. Сөз зергерлігіндегі қабілет, Алланың осы сипатының адам бойындағы шағылы болмақ. Адам бойында ашылмай мүлгіп жатқан шексіз қасиет қабілеттері кемелденуді тілейді. Ашылмаған әрбір қабілет бейне бір көзі аршылмаған бұлақ іспеттес сылдырлап ағуды қалайды. Қатты топырақты жарып жарыққа шығуға талпынған дәнекке ұқсап, күннің көзін іздейді. Бейне бір мәулі ағаш тәрізді, жеміс беруге асығады. Көбіне адам баласының бақытсыздығы мен жанының жабырқауы, тіпті күйзелуі іште ашылмай тұншығып қалған қабілеттерден туындайды. Адамға берілген осынау қабілеттер ертең қияметте ұлы жаратушы тарапынан сөзсіз сұралады. Құранда ол күні сөзсіз сендерде берілген барлық нығмет жақсылықтардан сұраласыңдар делінген. Ендеше бойымызда қолданылмай мүлгіп жатқан қабілет, дұрыс пайдаланылмаған барша мүмкіншіліктен сұраламыз. Олай болса оқы, ізден, талпын, жаса, тағы да жаса. Құранның алғашқы аяты «Оқы, жаратқан Раббыңның атымен оқы» делінгенін әрдайым есіңде сақта. Ішкі әлемінде жетістікке ұмтылған жан ғана сыртқы әлемде жетістікке жетеді. Өзің өзгергенде айналаң да тіпті әлемде өзгереді. Өздеріңді өзгертпейінше, Алла Тағала сендер тап болған жағдайды өзгертпейді. Ендеше өзіңді таны, әлемді біл. Іштен ғана ашылатын сыр сандығыңның кілтін тап. Кемелдікке қарай қадам бас. Жетістікке жету қағидалары. Өмірдің мәнін біл. Арманда, мақсат қой. Саған қатысы жоқ пайдасыз істерді тәрк ет. Қолыңнан жақсы келетін сүйікті ісіңмен айналыс. Жоспармен жүр. Батыл бол. Қарекет етіп жаратқанға тәуекел жаса. Әрекет амалдарыңды әрдайым қадағала. Табандылық таныт. Кідіріс жасап айналаңа қара. Өткенді сараптап келер күнді бағамда. Денсаулығыңды күт. Отбасыңа, туған туыстарыңа көңіл бөл. Айналаңмен жақсы қарым-қатынаста бол. Адамдарға пайдаңды тигіз. Ұдайы жетіліп, шеберлігіңді шыңда. Шүкір етіп, құлшылық жаса. Кемелдену кедергілері. Өмірімді өзгертсем, жақсы адамға айналсам, деп талай рет ниеттенген шығарсыз. Тіпті тағдырымның жаңа парағын ашамын деп сан рет жігерленген боларсыз. Әлбетте, өзімді жан-жақты жетілдіремін деп талай рет ант ішіп сөз де бердік. Бойымдағы жаман әдеттерді тастаймын, кер татпа мінезден арыламын деп тәуекелге бел буып, кірісіп те кеттік. Бірақ әр кез жанбай жатып өше бердік. Қайта тұтана алмай, тұтансақ лаулап жана алмай. Абай атамыздың не ол емес, бұл емес, менің де күнім күн емес дегеніндей қайран уақытты өткіздік. Әрине, ниет жақсы, талпыныс күшті. Алайда сол ниетке жетудің жолын білмек керек. Дана Абайдың егер ісім өнсін десең, ретін тап дегені бекер емес. Жетістікке жету үшін ең әуелі басты кедергілерді анықтап, содан арылу міндет. Жақсылық жолында бүк түсіп жатқан бөгеттерден құтылу қажет.
Олай болмағанда басталмай жатып сөнесіз, әрдайым сәтсіздікке ұшырайсыз. Сөйтіп әу бастағы ізгі ниет аяқсыз қалады. Баяғы жартас, сол жартас өзгеріссіз қала береді. Ендеше адам баласының жетілу жолындағы басты кедергілерге тоқталайық. Мақсатсыздық. Мақсатсыз адам көлігіне отырып алып, қайда баруды нақтылап жатпай, басы ауған жаққа жүре берген жүргізушіге ұқсайды. Үйден шыққанда баратын адресіңді білмей, күні бойы әйтеуір жүре берсең, кеш батқанда қай жерде болатыныңды бір Құдайдың өзі біледі. Сол сияқты өмірде алдыңа нақты мақсат қойылмасаң, ғұмырың соңына дейін ешбір нәтижеге қол жеткізе алмай, айдалада адасып қаласың. Уақытты құр босқа өткізген боласың. Яғни арықтағы суда ағып бара жатқан шөп-шалам секілді байламсыз, тұрақсыз жөңкіле бересің. Сондықтан адамға ең әуелі шынайы арман, талап, нақты мақсат, сол мақсатқа жеткізер тыңғылықты жоспар керек. Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға деп ақын Мұхтар Шаханов жырлағандай, армандауды білмейтін адамда үлкен мақсат болмайды. Ендеше арманыңыз асқақ болсын. Үлкен мақсатты армандаудан қорықпаңыз. Армандау қабілетін берген Алла оны орындауға да мүмкіндік берген. Адам арманына жетпесе де, сол жолда жүрудің өзі ғанибет. Бақытты кісі ойындағы бар арманына жеткен жан емес, сол жолда табанды күресе білген адам. Өйткені кемелдікке ұмтылған жандар нәтижеден бұрын әрекеттің өзінен бақыт тауып ләззат алады. Адам арман жолында кемелденеді. Мақсаты айқындалмаған адам қарекетсіз болады. Қолы бос, ісі жоқ мұндай пенде жетіліп, жігерленуі былай тұрсын, кері кететін кембағал тірлікке құмбыл болады. Қожа Ахмет Яссауи кітабына үңілген бала, егінін егумен айналысқан егінші, қолы істегі тігінші. Ас үйде тамақ пісірген әйел жамандық жасауға уақыт таппайды десе, Абайдың қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретұғындығы бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, я сауда салынса, қолы термеді, немесе тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын деуі осыдан. Баянды мақсатсыз бүгін не істесем екен деп құр босқа қиялдап отырған адамға шайтан да үйір келеді. Оның нәпсісіне түрлі ой салып, қалаған жағына оп-оңай бұрып әкетеді. Сөйтіп өзінің бас бұйдасы, мақсаты жоқ адам, кім көрінгеннің жетегіндегі тайлақ сияқты жолай ұшырасқан пенденің шақыруын мақұл көріп, ләббайлап жүгіре жөнеледі. Яғни мақсаты бекем емес пендені не болса сол жетектен босатпайды. Айталық, қазіргі таңда әлеуметтік желіге басымен байланып қалған Facebook, Instagram, YouTube каналдарын көрумен бар уақытын өткізіп, бар ғұмырын арзан қалжың, қысыр әңгіме тамашалауға жұмсаған адамның бас бұйдасы жоқ деген сөз. Оның мақсаты тұйықталған, яғни нәпсісіне құл болып, түрлі құмарлық сезімдердің тұтқынына айналған. Мұндай адамның тұлға ретінде дамуы, жан-жақты жетіліп, рухани кемелденуі мүмкін емес. Өйткені бұл пендеде асқазан қамын, тән рахат пен нәпсілік қалауларын, құмарлық сезімдерін тояттандырудан өзге мақсат жоқ. Одан асып басқа нәрсе ойлай алмақ емес. Әсілінде кез келген оқиға қайталанады. Әуелі санаңда, кейін қағаз бетінде көрініс табады. Сосын іс жүзінде орындалады. Мысалы, үй тұрғызарда алдымен қажет бөлмелерді анықтап, егжей-тегжейлі жоба жасайсыз. Олай болмаған жағдайда, құрылыс біткенше неше рет өзгеріс жасап, тіпті қайта бұздырып, әуре-сарсаңға түсесің. Нәтижесінде көңілің толмайтын әттеген айы бар үй пайда болады. Ендеше өмірде де жоспарлы мақсатың болмаса, ғұмырың өкінішке толы, берекесіз болады. Мақсат бұлыңғыр болғанда, ақыл ой сарсаңға түсіп, қалай бағыт аларын білмей абдырайды. Бұндай күйге түскен адам күш, қайраты мен жігерін қажеті жоқ нәрселерге жұмсайды. Ал айқын мақсат қойғанда, ақыл ой радары оған жетуге қажетті мәліметтер іздеп, назарын сол іске шоғырландыра бастайды. Мақсаты нақтыланған адам сол бағытқа қарай қарекетке көшіп қозғалады да, білімін, уақытын, ресурсын, энергиясын сол мақсатқа жұмылдырады. Мақсатты қалай қою керек? Мақсат қысқа, орта және ұзақ мерзімді болады.
Қысқа мерзімді мақсатқа діттеген кітапты оқу. Орта мерзімді мақсатқа кәсіби біліктілік арттыратын курсты айтуға болады. Ұзақ мерзімді мақсатқа жеке кәсіп ашу секілді күрделі істер жатады. Егер жеке кәсібі бар кісі болса, онда соған сай өзіндік қысқа, орта, ұзақ мерзімдер мақсаттар қойылады. Бірде жиһаз жасайтын жас кәсіпкер жігіт менімен танысқысы келгенін айтып, кездесуге ұсыныс жасады. Кездестік. Әңгіме барысында кәсібіне қатысты алдағы жоспарын сұрағанымда, алдағы уақытта кәсібімді кеңейтіп, үлкен кәсіпкер боламын дегендей жалпылама мақсатын айтты. Мақсатына жетудің, кәсібін дамытудың әр кезеңіне арналған нақты уақыты, тыңғылықты жоспары болмай шықты. Мен мақсатты дұрыс жүйелі қоя білу жетістікке жетудің жартысына тең екенін түсіндіруге тырыстым. Смарт жобалау әдісі. Алға қойған мақсатыңызды смарт әдісі бойынша жобалау өте тиімді тәсіл. Аталған әдіс мақсатыңыздың жүйеленуіне, дұрыс жоспарлануына көмектеседі. Смарт сөзінің әрпі жоспарлауға қажет белгілі бір мағынаны білдіреді. Бірінші, S. Специфик. Нақты деген, яғни нақтылық. Кез келген мақсат жалпылама емес, қиын, айқын, әрі нақты түсінікті болуы керек. Көп ақша табу секілді жалпылама қойылған мақсат ешқашан жүзеге аспайды. Тек арман болып қалуы мүмкін. Мақсат нақты болғаны секілді қарапайым әрі жас балада түсінетіндей ұғынықты болуы тиіс. Мысалы, Алматы-Шымкент қаласынан балалар аяқ киімін сататын дүкен ашу. Тағы да сол сияқты. M. Measurable, яғни өлшеулі. Мақсаттың өлшемі мен көлемі анық болуы қажет. Мысалы, Алматы қаласында балалар аяқ киімін сататын 3 дүкен ашу. Жылдық сауда айналымының көлемін 1 миллион теңгеге дейін көтеру. Instagram парақшасының оқырман санын бір жылда 200 мыңға жеткізу. Тағы да басқа. Қойылған мақсаттың нақты мөлшері алдын ала бекітілуі, межеге жетудің дәл өлшемі болумен қатар, оны жүзеге асыру үшін қажетті ресурсты түгендеп, толыққанды жоспар жасауға адамды жігерлендіреді. Оны мына сұрақ арқылы нақтылауға болады. Мақсатқа жетіп жетпегенімнің өлшемі қандай? Үшінші. A. Unattainable, яғни қолжетімді. Қойылған мақсатқа жету шамадан тыс болмауы қажет. Ол үшін қажетті ресурс пен уақыт жеткілікті болуы шарт. Бұл жайлы мәшһүр Жүсіп бабамыз, қолыңнан келмес іске әуре болсаң, еңбегін қанша қылған кетер зая дейді. Мақсаттың орындалуына ең әуелі адамның өзі сенімді болмағы шарт. Мысалы, 2 жылдың ішінде 50 нүктеден аяқ киім дүкенін ашамын деген мақсат қойдыңыз делік. Оған қаржы, уақыт, іскерлік қабілет пен біліктің команда секілді ресурстар мен өмірлік тәжірибең жеткіліксіз болса, оның орындалу ықтималдылығы әрине өте төмен. Өйткені мақсат иесі оның орындалу шарттарымен қамтамасыз еткен жоқ. Ал сенім жоқ жерде тауар қопарар шынайылық та жетістік те болмайды. Ол тек қиял мен арман күйінде қалады. Мақсатқа жету мүмкіншілігі тексеру үшін өзіңе мына 2 сұрақты қоя білген жөн. Бұрын соңды мұндай мерзімде осындай ресурстармен мақсатқа жеткен адам бар ма? Жеке тәжірибеде осындай істерді орындаған кезің болды ма? Егер бұл сұрақтарға жауап жоқ болса, онда қойған мақсатыңа түзету енгізіп, қосымша уақыт, ресурс, мүмкіндігін қайта қарастырғаның жөн. Төртінші. Relevant, яғни маңызды. Мақсаттың басты бағыты мен түпкі мәнін һәм оның болашақтағы пайдасын анықтап алған тиімді. Әйтеуір жасалуы керек деп пайдасы жоқ қажетсіз істерді мақсат ретінде таңдап алып, уақыт пен күш-қуатыңды, қаражатыңды босқа шығындауға жол беруге болмайды. Көп адамның бастаған ісі аяқсыз, жасаған жұмысы нәтижесіз қалатындығының басты себебі мақсат айқындалмауынан. Мысалы, шет тілін үйрену үшін арнайы курсқа жазылғандардың көбі орта жолдан тастап кетіп жатады. Оған себеп тілді не үшін, қандай мақсатта үйрену керектігін білмеу, яғни еліктеушілік. Сондықтан әуел баста өзіңе алға қойған мақсатым орындалған кезде оның қандай пайдасы болады? Бұл мақсатымды қазір орындау маған тиімді ме? Жоқ, әлде басқа уақытқа шегерген дұрыс па? Бұл мақсат бойынша жұмыс жасауым өзіме, жақындарыма қандай әсері болуы мүмкін? Тағы да сол сияқты сұрақтарды анықтап алған жөн. Бесінші. Time bound, яғни уақыт шектеулі.
Мақсатқа жетудің тағы бір шарты, яғни көзделген істің аяқталатын мерзімі нақты жоспарлануға тиіс. Мысалы, 2022 жылдың наурыз айының 20 жұлдызында Шымкент қаласында аяқ киім дүкенінің ашылу рәсімін жасаймын дедіңіз. Мақсат қаншалық маңызды болса, орындалу мерзімі нақтылануы да соншалықты өзекті. Уақыт мерзімі нақты болған тұста межең де айқындалып, өзіңді барынша қамшылайсың. Әрі ресурстарыңмен бар қабілетіңді толық қолдануға тырысасың. Ал мақсат етілген істің мерзімдері кезең-кезеңімен белгіленбеген жағдайда арқаңды кеңге салып жай-барақат жүріп алуың мүмкін. Сондай-ақ мерзімнің бекітілмеуі келесі кезектегі басқа мақсаттарыңды жүзеге асыруға кедергі келтіреді. Мақсаттың миыңда қоқыс күйінде мазалап тұра береді. Мақсат қоюға қатысты жоғарыдағы шарттарды ескере отырып, оны жүзеге асырудың тиянақты жоспарын жасау қажет. Егер мақсат ірі болса, бірнеше кезеңге бөліп қарастырған дұрыс. Сондай-ақ мақсатқа қажетті ресурстарыңды түгендеп, қай жерде, қандай жолмен, қай уақытта, кіммен орындайтыныңды анықтап алуың керек. Осы орайда айнымас мақсат, сапалы жоспар құру үшін ең әуелі білім және табандылық керек. Таймайтын табандылық болмаса, алдыңнан кездесер қиыншылық пен бөгеттерге шыдас бере алмайсыз. Сөйтіп жарты жолда бастапқы мақсаттан адасып қаласыз. Шығыс халқының даналығындағы мақсаттың қаншалықты биік болса, астыңдағы арғымағың соншалықты шабысты болады деген тәмсілді үнемі есте сақтаған жөн. Мақсаттарың биік болсын. Алла елшісі бір хадисында Алладан жұмақты сұрасаңдар, одан ең жоғарғысы фирдаусты сұраңдар деген екен. Бұл өсиет мұсылман баласын биік мақсат қоюға үндейтін илляхи ұғым. Өмір тепе-теңдігі. Кемел адам өз өмірінде тепе-теңдік сақтай білетін 4 құбыласы түгел кісі. Өмірінің түрлі қырларында тепе-теңдік сақтай алмаған адам өзін толық бақытты сезіне алмайды. Мысалы, ертелі-кеш кәсібімді өрге сүйремін, мол ақша табамын деп жүріп, отбасы бақытынан айырылған адамның кәсібі өрге дөңгеленгеннен не пайда? Уақыт тоқтап тұрмайды. Сен көп ақша табамын деп жүгіріп жүргенде, балаларың ыстық алақаныңды сезінбей, мейірімге толы жылы сөзіңді естімей, көзді ашып жұмғанша есейіп кетеді. Ал шуақты көңіл мен жылы мейірімнің рөлін мол ақша ешқашан алмастыра алмайды. Сондай-ақ жаратушыға деген құлшылығың көп болғанымен, жұмысың жоқ болса, отбасыңды қажет нәпақамен қамтамасыз ете алмасаң, әрине ол да бір кем дүние. Тіпті Алланың аманатына үлкен қиянат. Сол сияқты өмірде түрлі жетістікке жеткеніңмен, денсаулығыңа қарай алмасаң, ондай жетістігіңнен не пайда? Ендеше өмірде орта жолды тауып, тепе-теңдік сақтай білу аса маңызды. Әр намазда оқылатын Фатиха сүресінде ихдинас сират мустахим деп үздіксіз Алладан тура жолды сұраймыз. Тура жол аса ауқымды да өте нәзік ұғым. Қарапайым тілмен айтқанда, өмір сүру барысында асып та кетпей, кем де қалмай, әр нәрсенің орта жолын тауып, тепе-теңдік сақтай білу. Бақара сүресінде біз сендерге орта жолды ұсынатын үмбет жасадық делінген. Тапсырма. Алдағы бір жылда жасауың тиіс үлкен мақсаттарыңды осы шеңбердегі тақырыптар бойынша жеке-жеке жазып шық. Руханият, интеллектуалдық даму, отбасы, қаржы тәуелсіздігі, денсаулық, қарым-қатынас, қоғамдық жұмыс. Адамның өзіне деген сенімсіздігі. Адамның өзіне деген сенімсіздігі неден туындайды? Айталық, менің қолымнан еш нәрсе келмейді. Бастаған ісім үнемі нәтижесі аяқталады. Туа біткен жаман мінезім бар. Оны өзгерту қиын. Тағы да басқа үмітсіз ойлар сананы торлап алған кезде адам баласы өзіне деген сенімін жоғалтады да айналасындағы жетістікке жеткен жандарға бөлек қабілет, қайталанбас талант иесі немесе сәттілік әрдайым жаныңда жүретін бақ қонған ерекше тұлға ретінде қарай бастайды. Мұндай күйдегі адамның қол-аяғы жіпсіз байланып, ынжық бейшара халге түседі. Адамның өзіне сенімділік ұялату жолдары. Әр адам Алланың әспеттеп жаратқан туындысы, һәм ардақты қолтаңбасы.
сөзсіз біз адам баласын ең керемет бейнеде жараттық деген. Құранның осынау аятына назар аударсақ, алла тағаланың әрбір адамға қабілет-қарым бергенін, түрлі қасиет пен мүмкіншіліктер дарытқанын байқаймыз. Сондықтан әр пенде өзінің мына әлемде маңызды жаратылыс екенін терең түсінуге тиіс. Сонда ғана адам өзіне күмәнмен қарауды доғарып, бойындағы қуаты мен ішкі ресурстарын сарқып пайдалануына жол ашылады. Айналасындағы жетістікке жеткен жандар өзі секілді адам екенін ұғынады. Абай хакім: ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым сүйсеңіз, деп кер тартпа кесел ойды тастап, өзіне сенуге, бойдағы алла берген қабілет-қуатты пайдалануға шақырған. Қазақтың адамның жасағанын адам жасай алады дегені текке айтылмаған. Адам баласы дүниеге келгенде бір-біріне ұқсас һәм бірдей болып туылады. Мектеп қабырғасында да солай. Қабілет-қарымы бір-бірінен анау айтқандай алшақ кетпейді. Бірақ уақыт өте келе аралары алшақтайды. Бірі оқыған, тоқыған ғалым, бірі жетістікке жеткен кәсіпкер болса, енді бірі қарапайым жұмысшы күйінде қала береді. Неліктен? Демек, уақыт желімен пайда болған арадағы алшақтық алла дарытқан ішкі-сыртқы ресурстардың дамуы нәтижесінде пайда болып отыр. Әйтпесе жетістікке жеткен жандар аспаннан салбырап түсе салған жоқ. Рас, кейбір адамның қайсыбір қырлары ерекше талант, өзгеше дарынды болуы мүмкін. Бірақ сенің де өзің әлі қолдана алмаған ішкі ресурстарың, мән бермей жүрген қабілет-қарымдарының бар екенін ұмытпа. Соларды тауып жетілдіруге ұмтыл, дамытуға әрекеттен. Тіпті өзіңнің кейбір әлсіз қабілеттеріңді үздіксіз еңбек пен арнайы жаттығулар арқасында жетілдіріп алуыңа әбден болады. Сонда сен көштен қалып ескі жұртта омалып отырмайсың. Ең бастысы, Абай атамыз айтқандай, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Демосфен: айтар ойын толық жеткізе алмайтын, екі сөйлемнің басын құрай алмайтын адамдар арнайы жаттығып, сөз саптау тәсілдерін меңгеріп, уақыт өте келе дүлдүл шешен, жарты әлемді аузына қаратқан мықты оратор болғаны тарихтан белгілі. Мысалы, көне грек ділмәрі Демосфен біздің заманымызға дейінгі 384-322 жылдар өмір сүрген. Бала кезінде тілі мүкіс, тұтықпа бопты, даусы да бәсең, тынысы әлсіз, өзі ұялшақ, сөйлегенде екі иығын қайта-қайта көтере береді екен. Ол аузын ашса, жұрт жынды адам көргендей күлетін көрінеді. Осындай кемшіліктеріне қарамастан, ол көпшілік алдына шығып, ойын еркін шешен жеткізуді іштей қатты армандайтын. Ол мақсатына жету үшін әртүрлі жаттығу жасауды қолға алады. Даусын теңіздің жойқын шуылынан да жоғары шығару үшін ол аузына қиыршық тастар салып, шуылмен жарыса айғайлайтын. Итті әдейі ызаландырып, одан ыр әрпін дұрыс айтуды үйренген-міз. Ел көзінен тыс оңаша жаттығу үшін шашының жартысын қырып тастайтын болыпты. Сөйлегенде иығы көтерілмес үшін қылыштың өткір жүзін асып қоятын әдіс қолданады. Осындай жаттығулардың арқасында Демосфен әлемдегі ең үздік шешен, мықты оратор ретінде тарихта қалды. Тіпті ол әлем шешендерінің эвкалиптіне айналды. Сөз сөйлеу техникасын шегіне жеткізді. Демек, бұл әр адам шын ниеттенсе жетістікке жетуіне дәлел. Қазақтың көре-көре көсем, сөйлей-сөйлей шешен боласың деген мақалы бекер айтылмаған. Талаптыға нұр жауар. Әкем марқұм бала кезімде домбыра сатып алып келді. Менен басқа бауырларым бірден үйреніп алды. Менде ықылас жоқ. Оны байқаған әкем: балам, домбыра тартуды үйрен, өмірде пайдасы тиеді. Достарыңның ортасында мерейің үстем болады деп ақыл айтты. Ал менде саз ырғағын ұғатын қабілет болмаған соң, әке сөзіне мән бермедім. Арада жылдар өтті. Жасым 40-қа келгенде әкемнің баяғы сөзі есіме түсіп, арнайы ұстаз жалдап күй тартып үйренуге тырыстым. Алғашқыда саусақтарым қатып қалғандықтан икемге келмеді. Бірақ үздіксіз жаттығудың арқасында бірнеше
күй үйрендім. Тіпті ұлым екеуміз мектеп сахнасына шығып бірнешеуін орындап бердік. Әрине, кәсіби тұрғыда меңгердім деп айта алмаймын, бірақ жаман да емеспін. Мен туған ауыл таулы аймақ, көл жоқ, сондықтан суда жүзуді білмейтінмін. Соның кесірінен 25 жасымда терең бассейнге батып кете жаздағаным бар. Абырой болғанда байқап қалған бір жігіт құтқарып қалды. Осы оқиғадан кейін судан өлердей қорқатынымды шығардым. Кейіннен 35-ке толғанда бойымдағы қорқынышты жиып қойып, арнайы жаттықтырушы жалдап, кәсіби жүзудің бірнеше түрін меңгеріп алдым. Уақыт өте келе тоқтамастан ұзақ қашықтыққа еркін жүзетін болдым. Бұл оқиғалар өз басымнан өткен дүниелер, яғни үйренем деген адамға шынайы ықылас болса, кедергі түк емес. Адам өзінің бойында мүлгіп жатқан қабілеттерін ашуға батылы жете бермейді. Хамза балама домбыра үйретіп жүрген Нұрбол Сейілбек деген жігітке кемелдікке ұмтылған барлық ізгі жандарға арнап «Кемел адам» атты күй шығарып көрсең деп ұсыныс жасадым. Нұрбол күй тартудың шебері болғанымен осы уақытқа дейін бірде-бір күй шығарып көрмегендіктен ұсынысымды зорға қабыл алды. Бір шама уақыт өткеннен кейін күй шығарғанын қысыла жеткізді. Тыңдап көрдім. Өзіне тән баяуы бар, ырғағы да ерекше күй дүниеге келіпті. Көңілімнен шықты. Бірақ Нұрбол әлі де өзіне сенімсіз. Содан не керек, кәсіби сазгер Ермұрат Үсенов ағаға бірге барып шығарған күйін тыңдаттық. Ермұрат аға, өзіне тән бояуы бар, ойлы әуен екен. Оркестрмен орындалса тіпті керемет болады деп оң баға берді. Тіпті неше рет қайталанып тыңдады. Кәсіби сазгердің жақсы сөзін естігеннен кейін Нұрболдың ынтасы оянып, өзіне деген сенімі күшейе түсті. Туа бітті мінез өзгере ме? Адамның табиғатында туа бітті мінезі болады. Ол өзгереді, һәм өзгермейді. Бұл түйінді қалай түсінуге болады? Бір биеден алады, туады, құлада туады демекші. Бір әке-шешеден дүниеге келген балалардың әрқайсысы бір-бірін әлем, өзінше мінезге ие. Біреуі қайсар, екіншісі жұмсақ, үшіншісі жомарт, төртіншісі көшбасшы дегендей, әрқайсысының бедерленіп алдыға шығып тұрған ерекше қасиеті, өзгеше қабілеті бар. Мәселе адамға берілген осынау қабілет қарым-дәнектерін дұрыс бағытта жетілдіруде. Өйткені кез келген жақсы жаман мінездің әу баста адам табиғатындағы мәйегі мен өзегі біреу. Мысалы, кішіпейілдік пен ынжықтықтың, үнемшілік пен сараңдықтың, жомарттық пен ысырапшылдықтың өсіп шығатын тамыры біреу. Дұрыс қолдансаң қасиетің, теріс қолдансаң қасіретің болмақ. Үлкенді сыйлайтын көркем мінез иесі болсаң, кішіпейіл, ал бүгежектеп көрінгенге басисең, ынжық атанасың. Сондай-ақ өркөкіректік пен тәкаппарлықтың да өзегі біреу. Оны жақсылыққа жұмсасаң, Хаттабың Омарындай мінезі өр, әділетті халифа боласың, ал теріс жаққа қолдансаң, Перғауындай жауыз боласың. Әзіреті Омардың исламға дейінгі өміріне көз жүгіртсек, мінез тұрғысынан кейінгі Омармен көп айырмашылықты байқай алмайсыз. Омар ол кезде де көшбасшы, айбатты, тік мінез, айтқанынан қайтпайтын қайсар, намысшыл еді. Осы мінезін дұрыс бағытта қолданбағандықтан көбіне қатыгездікке, әлімжеттікке бой алдыратын. Ал жүрегі иман шуағымен нұрланып, ислам қағидаларымен қуаттанғаннан кейінгі Омар әділетсіздікті көрсе найзағайдай жарқылдап, күндей күркірейтін өр мінез, айбынды қара қылды қақ жаратын әділ де мейірбан халифаға айналды. Омардың туа бітті табиғи мінезі өзгерген жоқ, тек дұрыстыққа бет алды, кемелденіп жетілді. Парасатты, сабырлы да ұстамды, жомарт Әбу Бәкірдің де жібектей жұмсақ биязы Османның да мінезі өзгерген жоқ, тек жақсы жаққа кемелдене түсті. Абай Құнанбайұлының «Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды» деген кісінің тілін кесер едім деп, кісі бойындағы табиғи мінезін түбегейлі өзгертуді емес, оны жақсы жаққа бұруға, кемелдендіруге болатындығын айтып отыр.
Қазір ғалып атты адам бойындағы алдыға шығып тұрған негізгі қабілеттерін анықтайтын арнайы тест бар. Осы тесттен өтіп бойыңыздағы ерекше қабілет мінезіңізді тауып жетілдіруге тырысыңыз. Асыл тас. Баяғыда бір патшаның өте бағалы асыл тасы болған екен. Бұл бұйым талайдың түсіне кіріп ұйқысын қашырыпты. Күндердің күнінде бір кәсіби ұры асыл тасты қайтсе де қолға түсірудің жоспарын жасап, ұрламаққа бел буады. Бәрі жоспардағыдай жүзеге асып, тасты патша сарайынан ұрлап шығады. Алайда есік алдындағы күзетші ұрыны байқап қалып, артынан қуа жөнеледі. Қашып құтылмасын білген ұры қолындағы тасты көшеде ұйықтап жатқан қайыршының қалтасына сүңгітіп жібереді де өзі әрі қарай қашады. Қашып бара жатқанда арқасынан оқ тиіп мерт болады. Ал қалтасында ең бағалы асыл тас бар екенінен хабары жоқ қайыршы таңертең оянады да баяғы тіленшілік өміріне әрі қарай жалғастыра береді. Егер қолын қалтасына салса, асыл бұйымды байқар еді. Оны сатса, байлыққа кенеліп, өмірі күрт өзгерер еді. Бірақ қайыршы бұрынғы әдетіне салып, қолын қалтасына салмастан, тақыр кедей күйінде өмірін жалғастыра береді. Уақыт зулап өтіп жатады. Күндердің күнінде қайырша да өмірден озады. Асыл тас кір басып шіріген киімнің қалтасында қала береді. Бұл қиссадан не түсіндік? Біздің тұла бойымызда асыл тас сияқты қымбат қабілет қарымдар бар. Алла тағала адам баласына не қасиетті тегін тарту еткен. Алайда қиссадағы қайыршы секілді көп адам өзіндегі бағалы тасын, яғни қабілет қарымын білместен, бағаламастан, пайдаланбастан, бойындағы қазынаның кілтін тауып аша алмастан, мүмкіншіліктерін жетілдіріп дамытпастан мына жалғаннан өтіп жатыр. Ендеше өз бойыңдағы асылыңды ашуға ұмтыл. Еңбектен, ең бастысы өзіңе сен, қалтаға қолыңды сал. Абайдың өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап деген өсиетін үнемі есіңде сақта. Ұлт ретінде қазақтар Аллаға шүкір, жан-жақтымыз. Қабілетіміз де басқадан артық болмаса кем емес. Қазақтың қолынан түк келмейді. Қазақ еріншек дегенді доғарып халықты оятуымыз керек. Алаш көсемі Әлихан Бөкейхан, кім шебер болса жалықпай талмай ізденсе, бірігіп тізе қосып әдіс қылса, ғұмыр бәйгесі соныкі. Қазақта тып-тыныш жатып еріншек еш нәрсе қылмайды деп ойламаңдар. Олар қайратты, жұмыстың бәріне жарайды, бірақ оларды қозғау керек дегені аса көреген пайым. Білім ал, өзіңді жетілдір. Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз оқу. Надан жұрттың күні қараң. Келешегі тұман. Міржақып Дулатұлы. Адам баласы дүниеге көзін ашқан сәттен бастап, өміріне керек қарапайым қажеттілікті үйренуге мұқтаж. Тамақ жеуді, еңбектеніп жүруді, тіл қатып сөйлеудің өзін белгілі бір уақыттан соң ғана үйрене алады. Адамды басқа жаратылыстардан ерекшелейтін тұсы да осы. Мысалы, жан-жануарлар дамымайды, кемелденбейді. Әрқайсысының өмір сүруге қажет қабілет қарымы болмысында туа бітті табиғатынан бар. Оларда сана жоқ. Сондықтан олар арнайы оқып-тоқып үйренбейді. Олардың деңгей дәрежелері бір қалыпты, төмендемейді де, өспейді де. Періштелердің адам секілді нәпсілік қалауы жоқ. Ішпейді, жемейді, үйленбейді, көбеймейді, шаршамайды, демек күреспейді, қиындықтармен алыспайды. Ал күрес болмаған жерде өсу де даму да жоқ. Барша періштелердің адамды мойындап, оған бас игендігінің сыры осында жатыр. Адамды періштеден үстем еткен ең биік қасиеті оған үйретілген есімдер, яғни білім. Адам білмеген нәрсенің дұшпаны, әсіресе хабары жоқ нәрседен күдіктеніп қорқады, шегіншектеп тартынады. Ал оқып біліп зерттеп, білмеген нәрсенің табиғатын қыр-сырын түсінген кезде өз-өзіне деген сенімділік, батылдық пайда болады. Көкірегі күдіктен сейіліп, қадамы нық, даусы жарқын шығады. Білімді адамның кез келген іс-әрекеті, адаммен сөйлесу мәдениеті, ұжымды басқару қабілеті, ұрпақ тәрбиелеу жұмысы, жасаған кәсібі де өзгеше болады.
Құранда білетіндер мен білмейтіндер бірдей ме делінгені де міне сондықтан. Басқа бір аятта Алла араларыңдағы шынайы иман келтіргендер мен өздеріне ілім берілген білімділердің дәрежесін еселеген үстіне еселей түседі. Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендеріңні толық хабардар, деп бұл дүниеде де ақыретте де білімді адамдардың дәрежесі үстем болатындығы білдірілген. Имам Шафиғи бір сағат білімнің дәмін татпаған кісі өмір бойы надандықтың қорлығына тап болады деген. Иә, білім алу тегін емес, бірақ надандық одан да қымбатқа түседі. Ендеше ең бірінші дағды үнемі оқу, ұдайы үйрену болмақ керек. Өзіңе инвестиция салуға аянба, білімге ақша үнемдеме. Сапалы семинар, пайдалы курстарға қатыс. Абай айтпақшы, дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Білімге салған қаражатың, жұмсаған уақытың мен қажыр-қайратың саған өмір бойы пайдасын тигізетін болады. Бірақ алаяқтардың ұйымдастыратын сапасыз семинар курстарынан сақ бол. Біліммен дос болсаң өзіңе деген сенімділік те, жетістік те көп кешікпей жаныңнан табылады. Олай болса, қандай жаста болсаң да, нендей жағдайда жүрсең де, әрдайым оқы, үйрен, білім ал. Үйрену ешқашан кеш емес. Үйрену үшін оңтайлы уақытты, ыңғайлы жағдайды күтпе. Қазіргі уақыт жылдам жылжуда, тез құбылуда. Барлық нәрсенің моделі сәт санап өзгеруде. Кеше ғана үйреніп білген ілімнің бүгін жаңармай қалатын дәуірде өмір сүріп жатырмыз. Ендеше оқуды, үйренуді тоқтатпа. Әр күнің жаңа нәрселерді үйренумен, білім көкжиегіңді кеңейтумен өтсін. Бойыңдағы үрейден арыл. Армандағаныңның бәрі қорқынышыңның арғы бетінде. Джордж Эдейр. Қорқыныш пен үрей Алланың адам табиғатына орнықтырған ең керекті сезімдердің бірі. Басыңа келер қауіп-қатерден қорғану үшін бұл сезім аса қажет. Егер бұл қасиет болмаса, жауапкершілікті мүлде сезінбес едік. Бәлкім қайнап тұрған суға, жанып тұрған отқа түсуден де, биіктен секіре салудан да қорықпас едік. Қорқыныш сезімі болмағанда, батырлық пен ерліктің де қадірі болмас еді. Қорқу сезімі адам жаратылысындағы табиғи құбылыс. Адам қорыққанда мидың бірнеше бөлігі қызмет етеді. Әрқайсысының өз міндеті бар. Мәселен, таламус мүшелерден, яғни көз, құлақ және дене тағда сол секілді. Келген ақпаратты қайда жіберетінін шешеді. Соматосенсор қыртысы келген ақпаратты түсіндіреді. Гиппокамп жадқа жауап береді және не болып жатқанын анықтайды. Амигдала келер қауіпті анықтайды және қорқыныш пайда болған сәттерді есте сақтап қалады. Ал гипоталамус ағзаның қорғану реакциясын іске қосады. Бұл әдеттегі қорқыныштың жүріп өтетін жолы. Енді осы кезде адам белгісіздікке қадам басып тәуекел еткенде гиппокамп бұл әрекеттің нәтижесін болжай алмай қалады. Ал соматосенсор қыртысы не болатынын түсіндіре алмайды. Сөйтіп, адам миы отқа түскен көбелектің күйін кешеді. Адам баласы ең үлкен қорқынышты сезінеді. Бүкіл ағзасымен қоса жан дүниесі де қорыққанынан қайтерін білмей дал болады. Сөйтіп, гипоталамус бірден бар күшімен іске кірісіп, тәуекелдің жолын бөгейді. Нәтижесінде адам жаңа нәрсе жасаудан тартынады да, осыған дейін өзі секілді мыңдаған бейбақ жүрген соқпақ жолға түсіп кетеді. Мұндай адам ешқашан бар әлеуетін толық аша алмайды. Әйтеуір жаны бар адамның ғұмырын кешіп өтеді. Демек, барлық адам қорқады. Бауыржан Момышұлы айтпақшы, ешкім іштей батыр болып тумайды. Батырлық та мінез секілді өскен орта, көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады. Жетістікке жеткен небір мықты тұлғалардың басқа адамдардан айырмашылығы іштегі орынсыз қорқынышын жеңіп, үрейге қарсы жүзе алуында жатыр. Ал ынжық пенде өз үрейіне қамалып, қорқынышты ойларына маталып, әрекетсіз бір орында қала береді. Теодор Рузвельттің мына сөзі қандай орында айтылған: жеңіліссіз жеңіс тұғыры болмайды.
Кез келген талпыныстың қателіксіз жүзеге асуы екіталай. Іс жасаған адам міндетті түрде қателіктің дәмін татады. Жеңілістің ащы, жеңімпаздықтың тәтті дәмін татпай, адам шынайы жетістікке жетпейді. Жақсылық жолында қателесу тұғыры биік абыройлы іс. Демек, қателесуден қорықпа. Альберт Эйнштейннің «Өмірде қателесіп көрмеген адам ешқашан жаңа нәрсе жасап көрмеген адам» деген қанатты сөзі бар. Меніңше, еш нәрсе жасамаған адам да қателеседі. Өйткені бір-ақ рет берілген қамшының сабындай қысқа өмірде жаңа нәрсе жасауға ұмтылмаудан асқан қателік жоқ. Әрбір қателік тәжірибе, әрбір жаңылысу жақсы іске жетелейтін баспалдақ. Томас Эдисон 10 мыңнан аса жасаған тәжірибесі сәтсіз болғаннан кейін ғана электр шамын ойлап тапқан. Сондағы айтқаны: мен 10 мың рет сәтсіздікке ұшырап, жеңіліс тапқан жоқпын. Бар болғаны 10 мың жұмыс істемейтін жолды анықтадым. Адам көп жағдайда өзі білмейтін нәрседен қорқып, алдында не күтіп тұрғанын болжай алмаған жағдайда үрейленетінін айттық. Мысалы, тас қараңғыда жөн табу қиын. Әрдайым бір нәрсеге соғылып қаламын ба деп, құлап кетемін бе деген үрей бойды билейді. Яки кез келген сыбдырдан күдіктеніп, әрбір қарайғаннан үркесіз. Олай болса, қорыққан нәрсенің қыр-сырын білуге ұмтыл. Ол жайлы зертте, кітаптар оқы, сонда алдыңдағы соқыр тұман ашылады. Айналаңды көре аласың. Қайда бара жатқаныңды білген кезде бойыңдағы қорқыныш та сейіле бастайды. Мысалы, бір бизнес бастағың келді, бірақ оның қыр-сырын толық түсінбегендіктен, ұңғыл-шұңғылын терең білмегендіктен, жұмысым іске аспай қалса не болады деп қорқасыз. Жылдар өтсе де, батылың жетіп, ойыңдағы кәсіпті бастай алмай шегіншектей бересіз. Ал оны жан-жақты зерттеп, түрлі кітап оқып, сол салада тәжірибелі адамдармен ақылдасып, істің бетін біліп, тәуекелді барынша азайтқанда, өзіңе деген сенімділік пайда болады. Бойдағы кері тартып тұрған үрей де сейіле бастайды. Кітап жазу хикаям. Қателіктен қорықпа, өйткені кез келген іс кемшілік пен қателіктен тұрады. Адам баласы барлық нәрсені үйреніп тумайды. Өзіңнің өткен өміріңе көз жүгірт. Сан рет құлап, сүрініп, шалынып, тік жүруді үйрендің. Төгіп шашып, ақыры тамақ жеуді меңгердің. Былдырлап жүріп тілің шықты. Мектепте әріптерді ежелеп әрең оқығаның есіңде болар. Тек 1-2 жыл өткен соң зуылдатып оқи бастадың. Өміріңдегі әрбір қателік пен кемшілік кемелдікке қарай жасалған тәжірибе. Бастысы сабақ алып, алға жылжи білу. Көш жүре түзелетіндігін ұмытпа. Өз басым 2001 жылы Египеттен оқу бітіріп келген кезімде кітап жазудан қорықтым. Өйткені 8 жыл бойы шетелді басқа тілде білім алған маған қазақ тілінде кітап жазуды елестетудің өзі қорқынышты болатын. Өйткені өмірімде кітап тұрмақ, бірде-бір мақала жазып көрмеген едім. Ішімде орныққан сонша жыл шетелде оқып келдің, білгеніңді халыққа жеткізуің керек деген ниетімді кітап жазу қолыңнан келмейді деген қорқыныш һәм сенімсіздік тежей берді. Оның үстіне компьютер қолдануды мүлдем білмейтінмін. Компьютер пернетақтасына қайта-қайта қарап, ойымды бөлмеу үшін 10 саусақ пернетақтаға қарамай жазу деген әдісті үйренудің қажеттілігін сездім. Алайда оны үйренейін десем, жеке компьютерім жоқ. Әйтеуір біреудің пернетақтасын алып, картон қағазға суретін көшіріп салдым. Әріптердің бәрін орын-орнына сызып қойдым. Сөйтіп қолымды 10 саусақ әдісіне үйрете бастадым. Қалада маршруткада кетіп бара жатып та, көз алдымда компьютер пернетақтасын елестете отырып, ойша бір нәрселерді жазу арқылы 10 саусақ әдісіне машықтануды әдетке айналдырдым. Нәтижесі көп күттірмеді. Пернетақтаға қарамай қазақша жылдам жазуды меңгеріп алдым. Діни мәтінде арабша аят, хадистер көп кездесетіндіктен кейіннен 10 саусақ тәсілін мен арабша жазуды да үйрендім. Уақыт өте келе іштегі қорқынышымды жеңдім де бісміллә деп кітап бастадым. 1,5 айда 17 бет жаздым. Осыны жазып болғанша жалғыз өзім бір үйді бастан аяқ салып шыққандай күй кештім.
сөйлемді дұрыс құрай алмаймын. Сан рет өшіріп қайта жазамын. Сөйтіп жүргенде танысым берген, тозығы жеткен ескі компьютерім күйіп кетті де, ішінде 1,5 ай қиналып жазған дүнием қоса өшті. Ішім күйіп, аһ ұрдым. Мамандар жазбамды қайта қалпына келтіріп бере алмады. Амал жоқ, бәрін қайта жазуға тура келді. Бір қызығы 17 беттің әр сөйлемі жадымда жатталып қалыпты. Сөйтіп өзімді өзім көшіріп шықтым. Ақыры 1,5 жыл дегенде бас-аяғы бір кітапқа жетерлік жазба пайда болды. Оны редакторлыққа берсем, олар қызыл пастамен түзетіп қайта қайтарады. Қағаз қызыл бояудан көрінбейді. Бейне бір бастан аяқ қайтадан жазылғандай. Оны апталап отырып қайта түзетіп шығамын. Түзеткен сайын сөйлем құраудағы, сөз таңдаудағы қателіктерімді көріп отырдым. Дәл осылай 6 рет редакцияладым. Әр түзеткен сайын қызыл бояу азая түсті. Соңында кітап болып жарыққа шықты. Бір қызығы осы кітабым ең көп оқылыма келді. Кейін бірнеше кітап жаздым. Егер алғашқы кездегі қорқынышымды жеңбегенімде, басқа кітаптарыммен қатар қазір мына өзіңіз оқып отырған кітап та жазылмаған болар еді. Небір қабілет қарымы мықты адамдармен тәрізді іштегі үрейін жеңе алмағандықтан ұпайынан айырылып жүр. Қарекет ет, сен жолға шық, жол өзі апарады. Мәулана. Бойдағы үрейді кетірудің жолы қарекет. Әрекет бар жерде іштегі қорқыныш бойын сенен аулақ ұстайды. Бұл құбылысты әсіресе спортшылар жақсы біледі. Рингке немесе кілемге шыққанға дейін кез келген спортшыда қобалжу, іштей қорқыныш болады. Бірақ шаршы алаңға шыққан соң бойдағы үрей сап тыйылады. Қазақтың көз қорқақ қол батыр дегені осы. Мәселе батылдығың жетіп, ниеттенген ісіңді бастай білуіңде. Басталған соң үрейленуге уақыт болмайды. Ендеше қарекет қыл, екіленіп іркілме. Бойдағы қорқынышқа қарсы шық. Бала кезімде әкем мені кеш батқанда ат арқандауға жұмсайтын. Кей күндері аспанды бұлт торлап, дала қап-қараңғы, бір адым жер көрінбейтін сәттер болады. Бойда аздап қорқыныш сезімі пайда болатын. Мұндай кезде мен аяғымды нық басып, аузыма түскен өлеңді әндетіп, қараңғыға сүңгіп кететінмін. Қорқынышыма қарсы жүретінмін. Аздан кейін қорқынышта сейілетін. Тәуекел ет. Тәуекел түбі жел қайық, өтесің де кетесің. Уайым түбі тұңғиық, батасың да кетесің. Мақал. Қорқыныш пен үрейден құтылудың тағы бір қадамы ұлы жаратушыға деген шынайы сенім мен тәуекел. Тәуекелшілдік дегеніміз жетістікке жету үшін қажетті барлық себепті қолыңнан келгеніңше жасап, нәтижесін Аллаға тапсыру. Осындай шынайы тәуекел кез келген қорқыныш пен бойдағы үрейдің бірден-бір емі. Себебі ғаламда Алланың рұқсатынсыз еш нәрсе жүзеге аспайды. Ешбір іс Алланың назарынан тыс емес. Алла болуын қалаған қиыншылықтан сені ешкім құтқара алмайды. Ал Алла адамды қандай да бір пәлекеттен құтқарамын десе, оған ешкім бөгет болмақ емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейкум әз-сахабасы Әбу Бәкірмен бірге Меккеден Мәдина қаласына көшкен кезде арттарынан қуып келе жатқан жаудан сақтанып, үңгірге жасырынды. Қуғыншылар дәл үңгірдің аузына келгенін байқаған Әбу Бәкір уайымдай бастайды. Сонда Алла елшісі қорықпағын, Алла бізбен бірге деп басу айтып, алаңдаған сахабаның көңілін тыныштандырады. Кез келген іске қатысты қолымыздан келер әрекетті жасағаннан кейін нәтижесін Аллаға тапсырып шынайы тәуекел ете алсақ, бойдағы орынсыз үрей мен қорқыныш өзі-ақ жоғалады. Ал кез келген істің себептерімен қатар нәтижесінде мойнымызға артып, нәсіп ету, ризық беру, сәтін салу секілді Аллаға ғана тән істерге араласқан жағдайда бойымызды үрей билеп, орынсыз уайымға салына бастаймыз. Рухани кемелденген жандар қолынан келгеннің бәрін жасағаннан кейін қалғанын тағдырдың табиғи ағысына, жаратқанның әділдігіне тапсырады. Нәтижесін бір Алладан күтеді. Аз бере ме, жоқ көп етіп төге ме, қашан қай жерде, қандай кейіпте нәсіп ететіндігіне араласып қарсы шықпайды. Алланың шекарасына өтпейді.
жаратқанға тиесілі істерді осында ұстап бақылауға алуға ұмтылмайды. Керісінше нәсіпті нәтижені қабылдай біледі. Өмірде ешбір нәрсенің кездейсоқ еместігіне, әр оқиғаның, әр кездескен адамның бекер еместігіне иланады. Әсілінде барлық мәселе тәуекелдің аздығы мен Аллаға тиесілі іске араласудан туындайды. Тағдырдың табиғи ағысына қарсы келмей бойсын. Анаңның қараңғы құрсағында белгісіз бір нәрсе болғаныңда Алла сені қоректендіріп, мына әлемге жіберді. Бесікте еш нәрседен хабарсыз жатқаныңда сені есіркеп, анаңның омырауынан шипалы сүтті идірген сол бір жаратушың емес пе? Ендеше сол сәттеріңді есіңе түсір де Аллаға сенім арт. Әбу Қадыр Жайлани. Реактив емес, проактив бол. Қандай болсаң солай көрін, немесе қалай көрінсең сондай бол. Мәулана. Проактив дегеніміз сыртқы ықпалдың әсеріне елігіп кетпей, адам өзінің ішкі құндылықтарын берік сақтап өмір сүру әдебі. Мысалы, балапан уақыты толып, жұмыртқа жарып шыққанда ғана әрі қарай өмір сүре алады. Егер уақыты толмай жұмыртқа сыртқы ықпалдың әсерінен жарылса, балапанның тіршілігі сол мезетте тоқтайды. Ықпалды күш сыртта емес, іште болғанда ғана адам өзінің дербес өмірін сүре алады. Жан дүниесі бай, ішкі құндылығы берік жандар өздерін өзгелерден биік көрсетуге ұмтылмайды. Өзгенің сөзінен де, өзінен де қорықпайды. Ешкімнің пікіріне тәуелді емес. Өйткені олар өздеріне сенімді. Олардың арқа сүйер тірегі ішкі берік құндылықтары. Сондықтан олар ешкімге еш нәрсені дәлелдеуді қажет етпейді. Олар не жасаса да, біреумен бәсекелесіп ат оздыру мықтылығын дәлелдеу үшін емес, өзі үшін һәм іштегі берік құндылықтары негізінде жасайды. Олар алдына қойған мақсатына жетпесе де, жасалып жатқан істен, яғни процестің өзінен ләззат алады. Нәтижеден бұрын амалдан бақыт табады. Мұндай адамды байлық та, кедейлік те өзгерте алмайды. Олар байлық пен биліктің буына мастанбайды. Қарапайымдылығынан жаңылып, адамдығынан адаспайды. Кедейлікке ұшыраса, өмірден түңіліп кетпейді. Қатардағы қара жұмысты істеуге арланбайды. Өйткені олардың мінезі сыртқы ықпалдарға тәуелді емес, өзіндік ішкі берік құндылықтарға қаланған. Ішкі құндылық дегеніміз адамның адамгершілік өзегі. Ал адамгершіліктің өлшемі жаратқанның қалауына сай ғұмыр кешу. Ынта ықыласыңды бір Алланың ризашылығына қарай реттеу. Әрдайым Алланың назарында екеніңді сезіну, яғни ықылас мақамы. Пенде ішкі құндылықтары мықты болмаса, өмірдің қарталыс бұлтарысында жол таппай адасып қалады. Ішкі құндылықтарына берік сүйген адам ғана қоршаған ортаның үдемелі өзгерістеріне төтеп бере алады. Ішкі құндылығы мықты адам өз ісін сапалы тиянақты жасайды. Мұндай адамға ауа райының қолайсыздығы немесе ақысының аздығы секілді сыртқы факторлар әсер етпейді. Нендей жағдай болса да істі сапалы атқарады, немесе сапасыз жасаудан бірден бас тартады. Өйткені оның ауа райы өз ішінде, сыртқы құбылмалы санаға тәуелді емес. Яғни өмір сүру әдебі ішкі құндылығына айналған адам қай жерде, қандай қоғамда болсын, өз орнын тауып өмір сүреді. Мейлі ол өз үйінде болсын, я болмаса ешкім жоқ айдалада жүрсін, ішкі тәртібінен айнымайды. Жалқандықты көрсе, рухы мазасызданады. Өкінішке орай, қазіргі күні көше қоғамдық орындар табиғат аясы қоқысқа толып қалуы адамдардың ішкі құндылығының жоқтығынан. Жоғарыдағы әрекет бұқараның ең қарапайым тазалық құндылығын бойына дұрыс сіңіре алмағандығынан туындап отыр. Олар үйін, киімін, ауласын, көлігін таза ұстауы мүмкін. Мұның өзі ішкі құндылықтан емес, ұят болмасын, адамдар не дейді деген пенделік алаңдаушылықтан ғана туған құбылыс. Осы алаңдаушылықты тудырып тұрған сыртқы себептер бой көрсетпеген сәтте тазалық жоғалатындығы сондықтан. Бір жақын танысым болды. Қашан барсам үйі шашылып жататын. Бұл жағдай үйдің ескі әрі тар болғандығынан шығар деп аяқтауға тырысып,
кең үйге көшсе мұнтаздай таза ұстайтын болар деп үміттенетінмін. Кейіннен әлгі танысым кең әрі жаңа үй салып алды. Бірақ мен ол жерден тазалықты көре алмадым. Көп ұзамай жаңа үйінің де шашылып жатқанына куә болдым. Ал керісінше басқа бір танысымның ескі үйіне қашан барсам тап-таза, әр нәрсе орнында тұрғанын көріп сүйсінетінмін. Демек, кімнің бойында тазалық құндылығы болса, үйдің үлкен-кіші ескі жаңасына қарамастан тазалықты сақтайды. Жұмыс үстелін, аяқ киімін, көлігін, тіпті телефонын таза ұстай алмаған адам өмірдің басқа салаларында таза болады дегенге сену қиын. Өзінің үстелін, киім шкафын реттей алмаған адам өз кәсібін ретке келтіре алады деу аңғалдық. Қоғамдық тәртіпті сақтау, өзге адамдардың хақысын құрметтеу, ішкі құндылығы бекем пенде үшін қалыпты жағдай. Ол кісі үшін көше бағдаршамының жұмысы, бейнебақылау полиция қызметкерлерінің болуы шарт емес. Өйткені ондай адамның бағдаршамы да, қадағалаушы полициясы да өзі ішінде. Сол сияқты отбасы өз өмірінің басты құндылығына айналған адам, оларға бөлінуге тиіс уақытты басқа нәрсеге айырбастай алмайды. Ал ішкі құндылықтары қалыптаспаған бос кеуде пенделердің басты сипаты сыртқы әсерге реакция берумен ғана шектелетін реактив адам ретінде қалыптасады. Оларға ықпал ететін күш сыртқы әлем, сондықтан олар құбылмалы мінезге ие. Үнемі өздерін дәлелдеуге ұмтылады. Ішкі қалауларымен үйлеспесе де, басқаларға ұнайтын әрекеттер жасауға тырысады. Жағымпаздықты жар етеді. Кімнің тарысы піссе, соған тауық болуға дайын тұрады. Ондайлар сыртқы алаңдаушылықтың салдарынан өз өмірін емес, өзгенің өмірін сүруге мәжбүр болады. Мұндай реактив адамның сипаты ішкі дүниесіндегі бос кеңістікті қымбат материалдық заттармен толтыруға әрекеттенеді. Яғни өз әлсіздігін мансаптың күші, атақтың буымен қалқалауға тырысады. Осы атақ мансап, ақша байлығы жоғалған күні өзін де жоғалтады. Тіпті өмірден түңіліп, күйзеліске ұшырайды. Өйткені олардың тірегі ішкі құндылықтары емес, сыртқы құбылмалы жалған дүниелер болатын. Мұндай адамдар басқалардың қошеметіне, мадақ мақтауына зәру. Сондай-ақ өзіне бағытталған кез келген сын мен сынақтан өлердей қорқады. Еш нәрсе жасалмаса жасалмасын. Ең бастысы жұрттың сыны мен даттауынан аман болса болғаны. Осыны көңіліне медет тұтады. Реактивті пенделер үнемі ел не дейді, жұрт қате түсініп қалмасын, дұрыс жасай алмасам елге күлкі боламын, ағайын туыстан ұят болады, тағы да басқа алаң үстінде өмір сүреді. Мұндай ішкі қорқыныш келелі іс бастауға, жүйелі жоспар жасауға кедергі келтіреді. Өйткені бар ынта жігері мен қайрат қуатын сыртқы алаңдаушылық ыдыратып жібереді. Біздің қоғамда сыртқы алаңдаудан құтыла алмай, өзіндік құндылықтарды жиыстырып қойып, өзінің емес өзгенің өмірін сүру жиі байқалады. Адамдардың көбі жоғарыда айтқанымыздай сыртқы алаңдаушылық салдарынан банктен кредит алып, қарызға белшеден батып, дүркіретіп той жасайды. Егер ішкі құндылық басым болғанда, мұндай тәкаппарлыққа ұрындыратын әрекетке бармас еді. Керісінше үлкендердің бата тілегін алып, көрпесіне қарай көсіліп, шағын ғана той жасар еді. Мәулананың қандай болсаң, солай көрін, немесе қалай көрінсең, солай бол дегені қандай керемет айтылған. Жұрт не дейді деген қорқыныш пен ел не десе екен деген мақтангершілік сені әрдайым өз болмысыңнан ажыратып, қандай болсаң, солай көрінуге кедергі келтірері анық. Бұл түсінік өзіңнің емес, өзгенің қалағанындай өмір сүруге итермелейді. Нәтижесінде сен болудан қаласың. Уақыт сүзгісінен өткен ішкі құндылығың терең ой, таза ақыл, ыстық қайрат негізінде қалыптасқан болса, елдің сен туралы не ойлайтыны маңызды емес, һәм елдің сөзі үшін алаңдап қорқудың, ұялудың қажеті болмас еді. Ежелгі ғұламалардан жеткен сөз бар.
Жасап жатқан ісіңе ұлы жаратушы риза болғаннан кейін бүкіл әлем қарсы болса да ондай қарсылықтың еш зияны жоқ. Ал керісінше барлық адам риза болып жаратқан ол ісіңді дұрыс көрмесе, ондай ризашылықтың да еш пайдасы жоқ. Кейде қарапайым әрекеттің өзін жасауға сыртқы алаңдаушылық бөгет болып жатады. Мысалы, басшысының алдына барып, мына мәселені көтерсем, қате түсініп қалмай ма, деп қандай да бір қателікті айтуға батылың жетпей жатады. Көптің алдына шығып, сөз сөйлеуге қысылып, тартыншақтауға да себеп осы сыртқы алаңдаушылық. Абай атамыздың көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның деген дәл осы реактивті көзқарас. Қандай да бір істі жасауға сыртқы алаңдаушылығыңыз кедергі келтіріп тұрса, өзіңізге менің жасайын деп тұрған ісім дұрыс па, әлде теріс пе деп сұрақ қойыңыз. Егер дұрыстығы мен қажеттілігіне көзіңіз жетсе, ешкімнің сөзінен де, өзінен де қорықпаңыз. Ниеттенген жұмысыңызды бастаңыз. Адамдардың бәріне ұнау мүмкін емес. Баршаға жағуға міндетті емессіз. Адам бар жерде түрлі ойда, пікірде болады. Қарсы пікір айтатын, басқаша ойлайтын адам тез әркез табылады. Бастысы өз құндылығыңа сай өміріңді сүру. Біздің кез келген әрекетіміз дұрыс құндылықтарға негізделіп, түзу өлшемдердің тезінен өткен кезде ешкім бізге теріс ықпал ете алмайды. Біз өзіміз түзелгенде адамдардың біз жайлы сөздері де, өздері де кері әсер етпейтін болады. Бұл жайлы Құранда: «Уа, иман келтіргендер, сендер әуелі өздеріңді түзеңдер. Өздерің дұрыс жүріп, тура жолда болсаңдар, өмірде өздерің жоғалтып адасқандар сендерге кесірін тигізе алмайды. Бірақ өз құндылығымен өмір сүруді бетбақтықпен шатастырып алмаңыз. Егер жасап жатқан ісіңіз қате һәм шынымен де ұят тірлік болса, онда кешірім сұрап кері шегініңіз. Өйтпегенде ұятсыздық, бетбақтық болады. Сіздің өміріңіз шектеулі, сондықтан оны басқалардың өмірін сүру арқылы босқа өткізбеңіз. Сізді басқалардың ойымен өмір сүруге итермелейтін домалақ тұзаққа түсіп қалудан абай болыңыз. Ішкі үніңді басқа адамдардың ой-пікірінің шуылы тұншықтырып тастамасын. Оған әсте мүмкіншілік бермеңіз. Ең бастысы, жүрек үні мен ішкі түйсігіңіз бойынша әрекет етуден қорықпаңыз. Өйткені жүрегіңіз сіздің кім болғаныңыз келетінін жақсырақ біледі. Жүсіп пайғамбар ғибраты. Құранда баяндалған Жүсіп пайғамбардың ғибратты ғұмырын оқығанда, оның қандай жағдайда тап болса да тура жолдан еш таймағанын, Алласымен әрдайым бірге болғанын байқаймыз. Юсуф сүресінің 5 жерінде Жүсіп пайғамбарға қатысты Алланы көріп тұрғандай жақсылық жасайтын ізгі жан екендігі айтылады. Жақып пайғамбардай әкенің ерекше мәпелеп өсірген баласы Жүсіп әуелі өз бауырларының қызғанышы салдарынан айдаладағы құдыққа тасталады. Жолай аялдаған керуен құдықтың ішінде жападан жалғыз бас бала Жүсіпті көріп, өздерімен бірге ала кетеді. Бірақ оны Мысыр базарына апарып, құл ретінде арзан бағаға сатып жібереді. Оны патшаның ықпалды бір уәзірі, бір пайдасы тиер немесе өзімізге бала етіп алармыз деген ниетпен сатып алады. Тағдырға қараңыз. Кеше құл дәрежесіне түскен Жақыптың сүйікті ұлы енді міне уәзір сарайында. Ішем дегені алдында, кием дегені үстінде. Бірақ сарайдың мұндай сән-салтанатты өмірі Жүсіпті тура жолдан тайдырып, Алласынан алыстатқан жоқ. Оған дәлел, сұлулығына көз тоймайтын сымбатты жігіт Жүсіпті уәзірдің әйелі оңашада төсек қатынасына шақырып азғырғанда, ол Құдайдан қорқамын деп ойнас жасаудан бас тартады. Айтқаны бола қоймаған әйелдің бұйрығымен бас тартсаң, зынданға тасталып қор боласың деген қатал шартына да мен үшін сіз ұсынған харам істен зынданға қамалғаным әлдеқайда артық дейді. Сөйтіп ол зынданға тасталады. Жүсіптің сарайдағы сән-салтанатты өмірі әп-сәтте қараңғы қапасқа айналып шыға келеді. Бірақ та Жүсіпті зынданның ауыр өмірі өзгерте алған жоқ.
Алламен байланысы күшеймесе, әлсіремеді. Керісінше, ол зынданда бірге жатқан жандарға құдіретті жаратушыны түсіндіреді. Ақыреттегі мәңгілік өмірді естеріне салып, жақсылыққа шақырады. Қысқасы, ол зынданды медресеге айналдыра білді. Жанындағы серіктері Жүсіп пайғамбарға «Сен ізгілікке жаны құмар жақсы адамсың» деп куәлік бергенін байқаймыз. Кейіннен Мысыр патшасы түсінде көрген 7 семіз сиыр 7 арық сиырды жеп жатқан оқиғаны әуелі 7 жыл молшылық, сосын 7 жыл жұт болады екен. Сол себепті молшылық жылдары көп астық жинап, одан кейінге 7 жыл жұттан аман шығу керек деп жориды. Осы жағдайдан кейін Жүсіп пайғамбар толық ақталып бостандыққа шығады. Жай ғана шығып қоймай патшаның қазынашысы болады. Елдегі ең ықпалды адамдардың біріне айналады. Сөйтіп жұт жылдары баяғыда өзін құдыққа тастаған бауырлары Жүсіптен көмек сұрап келеді. Олар оны танымаса да, Жүсіп оларды бірден танып, ағаларының қиянатын кешіреді. Ұзақ жылдар жырақ қалған қарт анасын қасына алдырады. Осындай сәтте Жүсіп пайғамбардың «Жанымды мұсылман күйінде алғайсың, һәм салихалы жандар қатарына қосқайсың» деп жасаған дұғасы оның Алламен терең байланысы болғанын білдіреді. Осы хикаяда айтылғандай, Жүсіп пайғамбарды айдаладағы қараңғы құдықта, құл болып базарда сатылу да, сарайдағы сән салтанатты молшылық та, бірнеше жылғы қараңғы зынданнан да кейінгі өмірдегі қолына тиген зор билікте өзгерте алған жоқ. Түзу жолдан шатасып адасқан жоқ. Қиыншылыққа күйзеліп, молшылыққа мастанбады. Билікпен бүлінбеді, атақпен алданбады. Ол нендей жағдайда, қандай халде жүрсе де, әрдайым Алласымен бірге болды. Қысқасы, Жүсіптің ғибратты ғұмыры өмірдің қалтарыс бұлтарысына қарамастан, ішкі құндылықпен өмір сүрудің, тура жолда тұрақты болудың жарқын үлгісі іспеттес. Екі кеменің басын ұстама. Барлық нәрсені бір сәтте меңгеремін, бәріне бірдей үлгеремін деу көп жағдайда адамды жеңіліске ұшыратады. Әр нәрсенің басын бір шалған адам ешбірін жарытпайды. Сондықтан күрделі істерді рет-ретімен кезең-кезеңімен меңгеруге тырысыңыз. Әрі керемет суретші, әрі мықты кәсіпкер, әрі әйгілі әнші боламын деп барлығына бірдей ұмтылу, екі кеменің басын бірдей ұстаған сияқты қатерлі құбылыс. Бұндай адам суға кетеді, басқа жол жоқ. Тек жаныңыз қалаған бір іске ғана басымдық беріңіз. Біреуін тыңғылықты игергеннен кейін екіншісін қолға алыңыз. Әрбір істі тыңғылықты меңгеріп, үйренген сәтте өзіңізге деген сенімділік пайда болады. Жеңімпаз рух сізді екінші іске шабыттандырады. Тұлғалардан үлгі ал. Өзіңе сенімділік ұялатудың бір жолы айналаңдағы жетістікке жеткен тұлғалардан үлгі алу. Олардың өмірін және басынан өткізген оқиғаларды зерделеңіз. Олар жайлы кітаптарды оқыңыз. Бұл сізге керемет шабыт береді. Жетістіктерінен ғибрат, қателіктерінен сабақ аласыз. Айналаңызды жіті бақылаңыз. Кез келген оқиғадан шабыт алуыңыз мүмкін. Өз басым 30 жасыма дейін көлік жүргізе алмайтынмын. Әрине, бойымда көлік жүргізе алмаймын деген сенімсіздік болды. Көлікпен қиылыстыра кері айналып бұрылатын сәттер маған қорқынышты көрінетін. Осындай сәтте басқа көліктермен соғысып қалатындай күйде болатынмын. Бір күні көшеден көзілдірік таққан қалтыраған кәрі кемпірдің көлік жүргізіп бара жатқанын көріп, сонда мен мына кемпірден де қабілетсіз қорқақ болғаным ба деп намыстандым. Сөйтіп көлік жүргізуді үйрететін курсқа жазылдым да үйреніп алдым. Аз-аздан, бірақ үздіксіз жаса. Тіл алсаң, қол қысқартып, тіл ұзартпа. Ауыр жүк асқар таудай мойныңа артпа. Мәшһүр Жүсіп. Өз-өзіңе сенімділік ұялату үшін қолыңа алған қандай да бір істі әуелі там-тұмдап аз-аздан баста. Қазақтың тамшы тас теседі дегені сияқты. Бірақ ұдайы үзбей жаса. Там-тұмдап болса да сапалы атқарылған іс жиылып тауға айналады. Мұхаммед саллаллаху алейкум пайғамбар, істің ең қайырлысы аз болса да
ұдайы жасалғаны деп осыны айтып отыр. Бұндай аз-аздан іс атқару тәсілі Жапонның кайдзен бағдарламасында да бар. Ұлт көсемі Әлихан Бөкейханұлының ұлық іс ұсақтан ұлғаяды, кірпіш зор емес, қаласаң қандай зор үй шығады дегеніндей. Абайдың ақырын жүріп анық бас, еңбегің кетпес далаға дегені сияқты үздіксіз жасалған іс түбі нәтижелі болады. Мысалы, адамның көбі кітап оқу үшін арнайы демалыс күндерін күтеді. Немесе санаторий сияқты тыныш орын таңдайды. Келесі кітапты оқу үшін тағы да сондай. Сөйтіп жылына 1-2 кітап оқуға ғана үлгереді. Өйткенше күнде таңмен немесе кез келген ыңғайлы уақытты белгілеп, күніне 3-5 беттен үздіксіз кітап оқуды дағдыға айналдырған тиімді. Бұл тәсіл арқылы әр 2 ай сайын 250-300 беттік бір кітап оқып тастайсыз. Кейін күндік оқу нормасын 7-10 бетке көбейтсеңіз, ай сайын бір кітап оқисыз. Сөйтіп сізде күнделікті кітап оқу дағдысы қалыптасады. Мұның пайдасы зор. Ғылымда кішкентай болса да бір істі тындырған кезде адам ағзасынан эндорфин гормоны бөлінеді дейді. Бұны бақыт гормоны деп атауы тегін емес. Аталған гормон бөлінген кезде адамның көңіл-күйі көтеріліп, тұла бойында келесі іске шабыты оянып, өзіне деген сенімділік пайда болады. Осылай там-тұмдап үзбей атқарылған істің нәтижесі адам сенгісіз әсерлі болады. Кішкентай істің үлкен әсері жайлы өз өмірімнен қарапайым мысал келтірейін. Әр жұмыс күні ең әуелі есік алдындағы күзетші, тазалықшы қызметкерлермен шынайы амандасып, олардың қасында аз аялдап хал-жағдайын сұраймын. Атқарып жүрген істеріне рахметімді білдіремін. Осы болмашы дүниенің нәтижесі де керемет. Жылы жүзбен амандасып, көңіл бөлгеніме олардың қуанғанын көрсеңіз ғой. Олардың күні бойы көңілді жүргенін де байқауға болады. Олардың қуанышын көріп, менің де көңілім көтеріліп қалатын. Бұлай жасау ең әуелі өзіме ұнайды. Сондықтан өмірлік әдетіме айналды. Бірде омыртқа сүйегімді қалпына келтіру үшін арнайы медициналық орталыққа барып, 1 ай жаттығу жасадым. Орталыққа таңмен таласа барып, тазалықшы апай мен массаж жасайтын маманға жылы жүзбен амандасып, арнайы ала келген алма, алмұрт секілді жемістерді ұсынып, жұмысына сәттілік тілегенімде көңілдері көтеріліп қалғанын аңғардым. Кейін мен келмей қалған күндері алаңдаушылық білдіріп, сұрастырғанын естідім. Сол сияқты өткенде супермаркеттегі бір қызметші апайға амандасып, жұмысын қандай ұқыптылықпен жасайтынын айтқанымда, шекесі тырысып тұрған әлгі адам бірден көңілденіп, 40 жылғы сырласындай сатып алушылардың бәрі сіз секілді болса ғой, аты бәрі шетінен нервный деп мұңын шақты. Кейде болмашы істің әсері біз күткеннен де үлкен болады. Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху ешбір жақсылықты мынаның сауабы мен пайдасы кем деп азырқанбай жасай бер. Тіпті ол іс ұшырасқан адамның жүзіне күлімсіреу болса да деген. Мұндай қарапайым жақсылықтың қарымы басқадан бұрын өзіңе қайтады. Көңілің көтеріледі. Келесі іске шабытың оянады. Ең бастысы өзіңе сенімділік ұялайды. Әзірет Сұлтан мешітінде бас имамдық қызметте жүргенде текті сөздің төресі терме атты байқау ұйымдастырған едік. Сол байқауда Роман Бұрқаштың кішкентай атты термесі 1-ші орынды иеленді. Терменің артықшылығы адамдар елей қоймайтын кішкентай дүниелердің маңыздылығын насихаттауында болды. Кішкентай. Жігіттер, сөзге терең бойласаңыз, кішкентай ми тәніңді басқарады. Жалындаған қызыл өрт байқасаңыз, жарқ еткен бір ұшқыннан басталады. Алланы танып адам ұғынады, жұдырықтай жүрекпен сезеді де, тым биік бәйтеректе жығылады, кішкене құрт түскенде өзегіне. Іздесең сұрағыңа жауабыңды, бір аят көңіліңді тоқ қылады, таудай қылып жинаған сауабыңды тарыдай тәкаппарлық жоқ қылады. Шоршып жүрген шортандар теңізінде тым кішкентай қармаққа ілінеді. Көр тышқандар үңгітіп қазған інге жер тарпыған тұлпар да сүрінеді. Теңізді тіліп өткен кемелерді кішкентай тесік суға батырады.
бірлігі сөгілмеген кемел елді азғантай бүлік келіп сапырады. Кемерінен тасыған дариялар кішкентай тамшылардан құралады. Ордалы отау тіккен жанұялар кішкене тапшылықпен сыналады. Ұсақ боп көрінгенмен көзіңізге қиыршық тас жиылып тау болады. Бір ауыз айта салған сөзіңізге бүкіл ел бүлінетін дау болады. Кешкентай кілттің үлкен үміт берсін, қақпасын ашар зәулім сарайлардың, мылтықтың да кішкентай шүріппесі басына қайғы орнатқан талайлардың. Жәннаттан үй болады тіккеніңіз, сәл шыдап тұра алсаңыз сертіңізде, меңдей дәрі болса да ішкеніңіз, дауа болар меңдеген дертіңізге. Намазға аз уақыт қимасаңыз, жоқ болар ақыреттің болашағы. Кішкентай күнәларды тыймасаңыз, тым үлкен күнәларға жол ашады. Жетпессің биік шыңға терлесең де, кішкентай қыр басына шықпасаңыз, үлкенге қолың жетпес сермесең де, қадірін кішкентайдың ұқпасаңыз.